Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері, аналитикалық форма арқылы кестелік графиктік тәсіл. Оқу мақсатымыз формула және кестемен берілген тәуелділіктердің графиктерін салу. Функцияның графигі, функцияның графигі не тоқталып өтейік. Функцияның графигі координаталық жазықтықтағы абсциссалар аргументтерін мәндеріне тең, ал ординаталары функцияның сәйкес мәндеріне тең нүктелер жиынынан тұратын сызбаны айтамыз. Яғни бізге координаталық жазықтық берілген. Координаталық жазықтық OX және OY осьтері болады. Координаталық жазықтық бізде 4 шелекке бөлінеді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Яғни бұл бізде координаталық жазықтықта шелектер сағат тіліне қарсы бағытта болады. Еске түсірейік, яғни бізге координаталық жазықтық берілген. Координаталық жазыққа А нүктесі берілген. -4-те 6. Координаталық жазықтыққа белгілейміз. -4-те 6. Яғни бұл бізде А нүктесі. Келесі бізде В нүктесі берілген 5-те -3. 5-те -3. Бізде В нүктесі. Бізде С нүктесі берілген 2-де 0. Яғни 2-де 0 болғанда бізде X-іміз 2-ге тең, ал Y-іміз 0-ге тең. Енді бізде Д нүктесі берілген 0-де 5. Яғни бізде 0, яғни X өзіміз 0-ге тең, ал Y өзіміз -5-ге тең. Енді балдар, біз кестеде берілген мәліметтерді қолданып график салындар. Бізде кесте берілген X және Y-дің мәндері берілген. Осыны біз координаталық жазықтыққа саламыз. -3-те 7, X мәні -3, Y мәні 7. Енді белгілейміз. -3-те 7 нүктелейміз. Нүктесін қоямыз. Келесі -2-де 3,5. -2, 3,5. -1-де 1. -1-де 1. 0-де -0,5. 0-де -0,5. 1-де -1. 1-де -1. 2-де 0,5. 3-де 1. 4-де 3,5. 5-де 7. Біз нүктелердің бәрін белгілеп алдық. Енді осы нүктелерді біз қосамыз. Бізде графикте парабола графигі шығады. Үйге тапсырма. Оқулықта 129 беттегі нөмір 1197 есеп. Жақсы балдар, сау болыңыздар.